Неге бизнесмендер таргет рекламасына сенбейді? Бұл жерде 3 категория бар. Бірінші категорияда бұлар таргетті жіберген, ол таргеттен қадалған және де таяқ жеген адамдар. Екіншісі таргетке вообще рекламаға ақша жұмсағысы келмейтін адамдар. Үшіншісі мүлдем естімеген адамдар. Енді осылардың әрқайсысын жеке-жеке қарап шығатын болсақ. Бірінші, егерде сіз таргет рекламасын жасап көрдіңіз, бірақ та ешқандай да нәтиже алмасаңыз, бұл таргет жұмыс жасамайды деген сөз емес. Сіз просто басқа специалистке жүгініңіз. Енді ақша жұмсағысы келмейтін және де мүлдем естімеген адамдар қатарынан болсаңыз, таргет рекламасын хотя бы бір аптаға тестовый реклама жасап көріңіз. Өйткені сіздің рекламаға салған 1 теңгеңіз 10 теңге болып қайтып келуі мүмкін. Егерде бәрі дұрыс жасалса. Чиң!